Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жұмсақ, жасалуына көп уақытты қажет етпейтін венский вафли әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, ерітілген сары май, ұн, шекер, разрыхитель, картоп крахмалы, сүт қажет. Жұмыртқамызды жарып, шекерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Сүтімізді қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Енді құрақ қоспаларымызды араластырамыз. ұн, разрыхитель, картоп крахмалы. Жақсылап араластырып, електен өткізіп, сұйық қоспамызға қосып, қоймалжың қоспа шығарамыз. Міндетті түрде електен өткіземіз. Аз ғана ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қаймақ сияқты қою қоспа дайын болады. Енді мультипекарды қыздырып аламыз, жақсылап майлап шығамыз. Мультипекарымыз қызған уақытта аз-аздан қоспамызды саламыз. Аса қатты көп салуға болмайды, шетіне шығып кетуі мүмкін. Бетін жауып, қызарғанша пісіреміз. Келесі бетіне аударсаңызда бірдей болып пісетін болады. Осымен біздің вафли дайын қыздар. Бетіне қалауыңызша сахарный пудра немесе шоколад құйсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, мархабат, барлығына жауап беруге тырысамын.